Сәлем достар, бүгін біз сіздермен блины жасаймыз. Өте дәмді болады, менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдымен жұмыртқаны венчикпен араластырып аламыз. Одан қант қосамыз. Мен қанша грамм қосу керек екен бәрін описаниеде қалдырдым. Екеуін жақсылап араластырып, үстінен сүт қосамыз. Сүтіңіз суық болса да, жылы болса да бола береді. Енді жарты қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан осылай қосып отырамыз. Ұнымызды жарттан қосып, содамызды қосамыз, жарты қасық. Енді осылай жақсылап араластырып, ыстық су, 300 грамм ыстық суымызды, қайнаған ыстық суымызды қосамыз. Енді 6 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап осылай сапырып аламыз. Қызып тұрған пеште осылай екі жағынан пісіріп аламыз. Ең біріншісін пісірген кезде үстіне сұйық май жағып жібереміз. Екіншісінде, үшіншісінде уже жақпаймыз.
блиныларымыз осылай қатып қалмау үшін үстінен сары май жақтым. Міне осымен біздің блиныларымыз дайын. Менде ровно 20 штук шықты. Осылай жасап көріңіздер, дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.